Бізде мына схема реверсивный жұмыс жасайды. Бұда конвейерлардың жұмыстары атқарады және освещениялар. Бірінші освещениядан бастайтын болсақ бізде освещение проходной перекрестный. Демек бұл лампа үш жерден қосып өшіріледі. Және екінші бізде қосылатын жарық шамы, ол бізде немен релелермен істейді болады. Әр қайсысы 10 секундтан кейін қосылады. Бірінші 10 секундта L2 қосылады, одан кейінгі екінші 10 секундтан кейін бізде датчик движения қосылады. L1 да, L2. Қазір енді датчик движенияға питание барады. Датчик движения сізді көретін болса, L3 қосылады. Датчик движения көрді, қосылды. Және бізде бұл жерде бүкіл нені өшіретін не болады? Аварийный сигнал болады. Аварийный сигналды бастап, бүкіл освещение өшеді. Және қайрақ қосқан кезде 17 өшіп болды, иә? 17 өшеді, бәрі өшеді. Одан кейінгі қосқан кезде бізде осы лампа ғана қалады. Одан кейін бізде жаңа конвейерларға тоқтайтын боламыз. Конвейерда бірінші бізде SV1-ді басқан кезде реверс айналып тұрады. Реверс айналып тұрады. Мынаны басасыз. Мынаны басқан кезде треугольник қосылады. Треугольник қосылған кезде сіз мынаны бассаңыз да, содан кейін мынаны бассаңыз да, мынаны бассаңыз да схема істемейді. Бұл бізде қауіпсіздік ережесі. SQ2 стоп. Одан кейін реверсті қайра басамыз. Реверсті басқан кезде істемейді. SV3 звезда қосылады. Қосылды. Бізде тура солай. Бастың істемейді, мына өзі істеп тұр. Бастың істемейді. Стопты бересіз. Одан кейін бізде пускательдер істеп тұрмаған реттілігін тексеру үшін, әр реттілігімен кету үшін бізде пускательдер тексеріліп шығады. Бұл тексеру не арқылы болып жүріп жатыр ма қазір? Бұл бізде тексеріс. Мына магнит пускательдер. Магнитті пускательдер. Қандай сигнал келіп жатыр бұларға? Бұларға бізде SV3 бұл жерде конвейерлардың дұрыс жасау, дұрыс жасамауын тексеріп отыр. Егер бұл жерде қауіп шығатын болса, әрқайсысы егер SV3 істемей қалатын жағдай болатын болса, қалғаны әрмен қарай қайталанбайды. Сол күйі тоқтап қалады.